ақш-тан есірткі және психотроптық заттарды халық тұтынатын тауарлары бар пошта сәлемдемелері түрінде аса ірі мөлшерде жеткізу фактісін агенттіктің елордалық департаменті әшкерледі. Мәселен, қызметтік іздестіру итін қолдана отырып, тексеру жүргізу кезінде кедендік бақылау аймағындағы уақытша сақтау қоймасында жалпы салмағы шамамен 1 келі болатын гашиш есірткі заты табылып тәркіленді. Сонымен қатар сотқа дейінгі тергеу барысында жүргізілген мониторинг нәтижелері Қазпошта акционерлік қоғамы қалалық филиалдарының бірінде сол алушылардың атына тағы бір сәлемдеменің бар екендігі көрсетті. Сәлемдемеде жалпы салмағы 7 граммнан асатын күшті психотропты зат тетрагидроканнабинол және оның изомерлері табылды. Айыпталушылардың бірінің пәтерін тінту кезінде есірткі құралдары, сондай-ақ орауыш материалдар және таразы табылды. Сот шешімімен істің екі қатысушы кінәлі деп танылып, орташа қауіпсіздік колониясында жазасын өтей отырып 8 және 18 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Жалпы жыл басынан бері есірткі контрабандасы және заңсыз айналымы фактілері бойынша 116 қылмыстық іс тіркелген. 57,3 келі есірткі тәркіленді. Сонымен қатар 1,7 келі психотроптық заттар, анаболиктер 206 мың дана және тракикамид көз тамшылары 1680 дана тәркіленді. Егер сіз экономикалық құқық бұзушылық жасау фактілері туралы білген болсаңыз, бұл туралы AFM Insider Telegram ботына хабарласуыңызды сұраймыз. Анонимділікке кепілдік беріледі.